Қайырлы күн, достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен окрошка тағамын дайындаудағы өзімнің нұсқаммен бөлісетін боламын. Бірнеше нұсқалардың ішінде осылай дайындау жолы өзіме де және менің отбасы мүшелеріне де қатты ұнайды. Олай болса, видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен картопымызды суда пісіріп алып, піскеннен кейін суытып, содан кейін осылай кішкентай 4 бұрышты бөліктерге турап аласыздар. Одан кейін шұжығымызды да дәл солай кішкентай 4 бұрышты бөліктерге бөліп турап аламыз. Келесі жұмыртқамыздың ағын сарысынан бөліп алып, ағын міне дәл жанағында етіп 4 бұрышты етіп турап аласыздар. Барлығын бірдей, яғни 4 бұрышты кішірек бөліктерге турап аламыз. Келесі редискамызды үккіштен ұзынша кішірек бөліктерге өткізіп аламыз. Міне осындай дәл видеодағындай етіп, редискамызды үккіштен өткізіп алдық. Дәл осылай қиярымызды да үккіштен жаңағы редискамыз сияқты өткізіп аламыз. Міне, маған осы редискамен қиярымызды үккіштен өткізген дәмдірек болатын сияқты. Келесі ас көктеріміздің бәрін кішірек бөліктерге ұсатып турап аламыз да, барлығын бірге қазір араластыратын боламыз. Енді міне осы дайын болған тағамыздың үстіне жұмыртқаның сарысын мен осылай езіп, яғни ұсатып, үстіне қосатын боламын. Келесі тұздаймыз. Және мен айранда, сарағашта ештемеде қоспаймын. Осылай таң өнімін, сүт өнімін қышқыл қосып, барлығын араластырып, шамалға қойып қоясыздар. Сонда арасы барлығы сіңіп, дәмі шығып, өте күшті болып тұрады. Дайын болған окрошкамызды тоңазытқышқа салып қойып, ыстық күні шөлдеп келгенде ішсеңіздер, шөлдеріңізді де басады. Әрі өзі тойымды тағамдардың бірі. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер, өте керемет дәмді болып шығады. Және видеомның соңында ұнап жатса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.